Бұл видеода біз Welcome программасы арқылы жазып көреміз. Мынау сол жақта арнайы қолданылатын инструменттер бар, құралдар. А деген әріп, бұл надписи деп тұрады. Егер сол оң жақ батырманы басқан кезде, мына жақтан меню шығады. Параметр объекта деген. Мінекей. Енді міндетті түрде осындай выбор объекта, мынау стрелкада тұру керек инструмент. Одан кейін мынау ашық алаңға алып келемізде сол жақ батырманы басамыз. Одан кейін мына жерде белгілі бір шрифтті таңдаймыз. Кез келген шрифт таңдаймыз. Мына жерде орысша шрифт таңдаймыз. Мына жерде айтайық Welcome деген жазайық. Welcome. Жазуды жазғаннан кейін создать текст дегенді басамыз. Одан кейін кез келген жерге мышканың сол жақ батырмасымен басамыз. Мына жерде 4 бұрышты шыққан себебі орыс тілін кейбір шрифттер түсінбейді. Сондықтан біз бұларды өзгертеміз. Мінекей, мына жерде түсінді. Сол сияқты мына жерде қазақша шрифттер көп. Кейінгі видеода өзі бөлек қалай бұл шрифттерді орнату керек, соны түсіндіреміз. Одан кейін мынау выбор объекта деген басамыз, стрелканы. Мына Welcome деген сөзді обводить етеміз. Мына жерде ширина, высота деп тұрады. Мына жерде 6,5-65 мм мұны өзгертуімізге болады. Мысалы 80 дейік. 80-ге дейін өзгерттік. Көрдіңіздер ме? Енді мынау бізде сөз дайын болды. Пәлсі мына жерде 14-14. Алдыңғы видеода түсіндіргендей. Барлығы дайын болды. Айтайық, мына жерде сізде пәлсі көрінбей тұр. Сол кезде сіз не істейсіз? Міндетті түрде мынау пәлсі аппаратта мышканың сол жақ батырмасын басасыз. Сол кезде пәлсі шығып тұрады. Кейде болады, бұл Welcome басқа жиекте тұрады. Ол арнайы осындай автоначало и конец деген бар. Осыған сол жақ батырмамен басасыздар мышканың. Сол кезде ол орнына келеді. Мысалы осындай болып тұрады кейде. Сол кезде міндетті түрде ортасына алып келесіздер. Егер де пәлсі сыртынан шығып тұрса, онда бұл дұрыс болмайды. Міне осылайша жазылады.